Сәлем достар, сіздермен Қазақша Америка. Менің есімім Жазира, қасымда отырған жолдасым Серік. Көптеген видеолардың астында комменттерге бүгін сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Сол комменттердің басты сұрақтары: қандай турагентствомен сіздер келдіңіздер, турвизаға тапсыруға болады ма, бос паспортқа жалпы турвизаны алуға болады ма деген сияқты сұрақтар келген. Сол сұрақтардың барлығына қазір жолдасым Серік жауап беретін болады. Ең басты сұрақ, турвизаны бос паспортқа алуға болады ма? Иә, әрине бос паспортқа алуға болады. Біз де сол адамдардың біріміз. Бос паспортқа ешқандай Европа аралап, әлем шарды аралаған жоқпыз. Бірден бос паспортқа алдық. Себебі нақтырақ түсіндіріп айта кетейін. Біз консулдың алдына барған кезде бізден сұрайды, сіздер ешқайда шықпадыңыздар ма деген сияқты сұрақ міндетті түрде болады. Сол кезде біз айтамыз, ол шыққанбыз, біз ар жақта араладық, мына жақта араладық деген сияқты, Европаны араладық деген сияқты қылып көрсетеміз. Печаттары қайда десе, бізде Қазақстан заңында 10 жылға рұқсат берілгеннен кейін, загранпаспорт 10 жылдан кейін уақыты біткеннен кейін жаңасын алдық деген сияқты жаңа паспортпен барасыздар міндетті түрде. Олар бір ауыз сөзге сеніп, ары қарай өзінің қорытындысын шығара береді. Иә, дұрыс. Енді келесі сұрақ, турвизаны келіншегіммен бірге алсам болады ма? Болмаса мен бойдақ болып алған дұрыс па, қалай алған дұрыс деп бір кісі жазыпты. Сол сұраққа жауап берсеңіз. Иә, турвизаны жалпы негізі жалғыз адамнан көрі ерлі зайыпты адамдарға көп жағдайда одобрение беріп жатады. Оны өзіміз куә болдық. Себебі жалғыз адам оған терять нечего деп ойлайды, жаңағы жоғалтатын ештеңкесі жоқ. Сол жаққа барып, қазір берсек одобрение, сол елде қалып қалу мүмкіндігі жоғары болғандықтан көп жағдайда отказ береді. Ал ерлі зайыптыларға көп жағдайда береді. Себебі сіздер айтасыздар, бала шағаларыңыз бар болса, бала шағамыз бар, оларды ата енемізбен тастаймыз, 2 балам бар, 3 балам бар деген сияқты көрсетіп. Сосын бұларға жат ол нәрсе. Себебі өздері бұлар біздікі сияқты, қазақтар сияқты ата апасына тастау деген бұларда ондай түсінігі жоқ. Оларға бұл дико көрінеді. Сондықтан баламызды тастаймыз, 10 күнге қыдыруға баратырық, демалуға баратырық дегеннен кейін одобрение береді. Иә, енді тағы да бір сұрақ, келіншегім екеумізде және балаларымызда, 2 баламызда виза бар деп айтқан бір кісі. Мен өзім Америкаға барсам, одан кейін барып, келіншегім 6 айдан кейін балалармен келетін болса, паспортный контрольдан қайтарып жібермейді ма дейді. Менің ойымша жоқ, ол жағдай болады. Енді ең бастысы визасы бар болса болды. Кім қай уақытта келеді, сізде визаңыз бар. Виза 10 жылға ашылады. Қазір көп жағдайда 10 жылға ашып жатыр. Ең бастысы заңын бұзбай кіре беруге болады деп ойлаймын. Иә, әр адам жеке тұлға. Иә. Енді өзінің визасы болғаннан кейін келіншегі де өзі кіре алады, қалаған уақытында, иә. Енді виза туралы айтып кетіңізші. Көп адамдар түсінбей жатады, негізі виза деген ол қандай нәрсе, қандай жағдайда беріледі? Виза деген сізге гарантия ма Америкаға кіруге? Жоқ, гарантия емес па? Иә, осы дұрыс қойылған сұрақ деп ойлаймын. Кеңінен айтып өтсем, виза деген сөздің өзін бірінші тоқтала кетейік. Виза деген сөз, сіз бір елге кірем деген нақты бір шешім емес, ол рұқсат қағаз емес. Ол сіз виза деген бір елге жету үшін нешеме елдерден өтесіз, сол елге шейін жетіп алуға дейін, былай айтқанда жолдамада, сол елге жеткеннен кейін сол жерде паспортный контроль болады, міндетті түрде. Сол жерде сізді тексереді, бақылайды, сұрақтарын қояды. Егер убедить етсеңіз, сізді ары қарай елге кіргізеді. Жоқ, егер сізден қандай да бір күмән, күдік байқаса, тура сол жерден кері разворот жасап, кері самолетке отырғызып, сізді шығарып салады. Енді тағы да бір кісі жазыпты да, 10 жылға виза берілді. 10 жыл бойы мен осы Америкада өмір сүріп, өзім қалаған 5 жылымда қайтып кетем ба, 8 жылымда қайтып кете алам ба деген сияқты сұрақ болған. Виза негізі 10 жылға ашылады, сол жағын айтып кетсеңіз. Иә, виза қазір айттым ғой, жаңағы 10 жылға, соңғы кездері 10 жылға беріп жатыр. 10 жыл деген сөз, ол берді, визаны 10 жылға ашты деген сөз, 10 жыл бойы беспрерывно болу деген сөз емес ол. Бұлардың да өзінің заңы бар. Сіз бірінші кезекте заңын бұзбау үшін 6 ай ғана сізге рұқсат береді. 180 күн, яғни 181-ші күні сіз уже заңсыз болып саналасыз.
Ал ең басты кейінгі кездері зияны болмасын десеңіздер, 2 айда, 3 айда, 4 айда қайтсаңыздар, онда тіптім жақсы болады. Бұлардың заңы 6 ай, бірінші болу керек 6 ай. Сөйтіп 6 ай, 6 айдан жалғастырып келіп жұмыс істеп, болмаса қыдырып серуендеп қайтуға болады. Иә, дұрыс айтасыз. Енді тағы да бір сұрақ. Қазір біз негізі паркте отырмыз, бала шағаны бүгін қыдыртып. Сіздердің осы көп адамдар жазып жатыр да, қандай агентство арқылы алдыңыздар. Көп агентствоға қазір алданып қалып жатырмыз. Біз өзімізде көптеген агентствоға алданып қалғанбыз. Көптеген агентстволарға алданып қалып жатырмыз. Ақшасын береміз, алдап кетеді деген сияқты. Сол агентстволар жайлы айтып кетсеңіз. Агентстволар, иә, агентство сенімді бірнеше агентстволарымыз бар. Біздің өзіміздің алған агентствомыз бар. Сенімді адам Назерке деген қыз басқарады ол компанияны. Universal Visa деген компания Астана қаласында орналасқан. Біз өз басымызбен сол кісіден алдық. Қарындасымыз, өзіміздің әлі күнге шейін телефондамыз, жақсы араласамыз, хабарласып тұрамыз. Одан кейін өзіміздің жақсы араласатын о сияқтағы қазақ жігіт бауырымыз тоже жақсы араласамыз. Жаслан деген ол да компания ашты. Салам Виза деген, сол жігітке хабарлассаңыздар болады. Астында барлығын сілтемеде тастаймыз. Нақтырақ естеріңізде қалып жатпай жатса. Сосын Топ Виза Алматы қаласындағы Ғани деген жігіт, сол жігіттің агентствосы. Осы 3 компания мен сіздерге рекомендация жасай аламын. Иә, дұрыс, рахмет. Енді турагентство жайлы, турвиза жайлы барлығын айттық деп ойлаймыз. Тағы да кеңінен айтайық десек, негізі турагентствоның өздері негізі барлық сұрақтарыңызға жауап береді, егер де хабарласып, тек байланысқа шығу керек. Байланысқа шығып жатсаңыздар. Өйткені қазір заң деген күннен күнге өзгеріп жатыр. Бағаларын да біз қазір айта алмаймыз. Біз тапсырған бағадан кейін біздің де таныстарымыз, туыстарымыз, достарымыз, көптеген адамдар виза алды. Оның ішінде отказ алған кісілер де бар. Виза деген сізге 100% прям гарантиямен береді деген нәрсе жоқ бұл жерде. Оның барлығы енді ең бастысы Алланың қалауымен болатын нәрсе. Алла қаласа аласыздар, Алла қаламаса алмайсыздар деген сияқты. Біз өзіміз бір айта салайын, негізі жалпы әрекет қой. Әрекет жасау керек, сол кезде берекет болады. Ал сізге үйіңізге ешкім визаны апарып бермейді. Көріңіздер, Алматыны көріңіздер, Астананы көріңіздер. Елдер естуім бойынша 6-7 рет попыткадан алып жатқандар бар, біреу грин карт ұтып жатыр, әртүрлі жағдай бар. Егер сіздердің армандарыңыз осы жаққа жету болса, міндетті түрде онда көріңіздер, әрекет жасаңыздар. Иә, біз өзімізде мысалы өзімізге алдық турвизаны 10 жылға, ал балаларымызға отказ алдық. Міне сондай сияқты біз енді ашып айта аламыз, отказ алдық балаларымызға, виза ала алмадық деген сияқты. Бағана грин карта жайлы дұрыс айтып кеттіңіз, сол грин карта жайлы айтып беріңізші. Грин картаны көп адам түсінбей жатады. Негізі бұяқта грин карта деген біз өзіміздің тапсыратын лотерея бар, одан бөлек тағы да грин карта бар. Өзіміздің тапсыратын лотерея жайлы айтсаңыз, сосын барып о сияқтағы грин карта жайлы. Иә, өзіміздің тапсыратын лотерея күз айында болады, октябрь айының 1-нен басталып, ноябрь айының 1-не бітеді, по-моему, қателеспесем. Біз де бірнеше рет бердік, бірақ сәтсіз болды. 5 жыл қатарынан бердік, ұтпадық, былай айтқанда. Грин карта деген сөз, яғни лотерея рандомна сізді, әр елдің өзінің пайыздары бар. Мысалға, Қазақстаннан 1,5%, 100 адам тапса, 1,5 адам барады. Мысалға да, енді жалпы айтқанда, есеппен 1,5% барады. Соның ішінен егер сіз бағыңыз жанса, сіз счастливчик болып ұтып алуыңыз мүмкін. Сол рандомна ойнатады бірнеше адам, жаңағыдай 10, 15, 20 жылына или 50 адам деген сияқты. Солар ұтады, олар интервью тапсырады, ұтып алғаннан кейін құжаттарын жинайды, тиісті. Жаңағыдай әртүрлі құжаттар ғой, енді өздері әкел деген жаңағыдай құжаттарды тапсырасыз. Интервью өтесіз міндетті түрде, не үшін барғың келеді деген сияқты, не үшін грин картаға тапсырдың, сол сұрақтарыңызға жауап бересіз. Болды, сізге грин карта береді, сіз келесіз осы жаққа, сіз открыт түрде уже жұмыс істей аласыз, рұқсат қағазыңыз бар, SSN дейді, social number қолыңызда болады. Кәдімгі американецтерден кем өмір сүрмейсіз. Иә, грин картасы бар адам америкалық азаматтар сияқты барлық нәрсеге құқылы, тек қана
президенттікке Иә, дауыс бере дауыс бере алмайды. алмайды, иә. Ол грин карта тоже 10 жылға беріледі, сіз Қазақстанға кіріп шығып жүре бересіз. Иә, о грин карта, иә, ең бастысы сол жағы жақсы. Елде кез келген бір жағдай болса, ұшып кететін болсаңыз, қайтып келетін болсаңыз, әйтеуір сізге грин карта деп тұр. Грин деген сөздің өзі зеленый, да. Зеленый свет қой сізге былай айтқанда. Елге кіріп шығуға, любой уақытта кетіп, любой уақытта келуге болады. Иә. Ол грин картаны майда анықтайды, иә? Иә, май айында хабар айтады, яғни октябрьді ойнатып, ноябрьге бір ай уақыт береді сізге құжаттарды тапсырып, анкета толтыруға. Бір айдан кейін жабылады. Оның қорытындысы келесі жылдың май айында өтеді. Майдың 4-5 шамасы аралығында уже жауаптары шыға бастайды. Иә. Енді мына турвизамен келдік дедіңіз. Мысалы, турвизамен 10 жылға ашылады, 6 ай ғана болуға болады, ал одан кейін, 6 айдан кейін қандай әрекеттер жасау керек? Қалай осы жақта заңды жүруге болады? Иә, сіз көп, иә, бұл да ең басты сұрақтардың бірі. Келгеннен кейін, егер сіз елге қайтпай, маған осы жақ жалпы жақсы ұнады, осы жақта қалғым келеді деп, сіз уже жаңа айттым ғой, 181-ші күні уже сіз заңсыз болып саналасыз, иә. Сізге уже заңдасу керек деген сөз ол. Заңдасудың қандай жолдары бар, қандай түрлері бар, яғни түрлері өте көп деп айта алмаймын, бір санаулы бір 5-6 жолы бар. Яғни сіз студенттік визаға тапсыру, студенттік визаға ауыса аласыз, яғни осы жақта бір оқуға тапсырып, сол жермен договор түзіп, соны жаңағыдай көрсетіп, міне мен оқуға түстім, осында оқимын деп сізге ешкім ешнәрсе демейді. Оқуыңызды бітіргенше, жаңағы 4 жыл болар, 5 жыл болар, сіз заңды түрде осы жақта жүре аласыз. Екінші жолы көмек, яғни политубежище дейді ғой, көмек сұрау. Осы елдің азаматы болғым келеді, мен осындай қысым көрдім деуге, әртүрлі енді себептер бар енді. Сондай жолмен осы жақтан көмек сұрап, осы жақтың азаматы болғым келеді деген секілді политубежище сұрайсыз. Одан кейін сіз егер нетрадиционная ориентация дей ма, не дейді? ЛГБТ болсаңыз, жаңағыдегідей, сондай бір жынысты деген сияқты, сондайларға бұл жақта жақсы құқығын қорғайды. Ондайларға прям бірінші береді десем де болады. Сондай жағынан мен сондаймын, маған көмек керек, мен осындай зиян шегіп жатыр, маған қысым көрсетіп жатыр десеңіз, сол либо же тағы да бір ненің жолы, осы жақтағы тұрғынның паспорты бар, гражданствосы бар американкаға үйлену. Еркек болсаңыз американка, әйел болсаңыз американецке тұрмысқа шығу керек. Сондай жағдайда сіз грин карта ала аласыз. Иә, заңды жүре алады. Сіздер ойламаңыздар, 6 ай өткеннен кейін кішкене тағы да жүре тұрамын деген сияқты. Мейлі жүре тұрасыз, сізді ешкім ұстамайды бұл жақта. Милиция келіп сізді ойбай, сіз иммигрантсыз, сіз заңсыз жүрсіз деген сияқты сізді ешкім ұстап алмайды. Ал бірақ сіз ерге қайтатын болсаңыз, сізге уже депортпен мәңгілік есік жабылады. Кіргізбейді. Америкаға уже ешқашан келе алмайтын боласыздар. Сол үшін барлығын заң түрде. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін өзінің тиісті адвокаттар, юристер бар әртүрлі. Әрине бәрі ақылы. Ақыға әркім әрқандай баға айтады. Burada да енді СНГ-ның адамдары өте көп. Қырғыз, өзбек, Россиядан, Украинадан келгендер. Сол сияқты тіл табысып, жан-жағыңызбен танысып, жақсы адвокат іздеп, тауып, сонымен процесті бастасаңыздар болады. Ол да ақылы тұрады. Біреу 3.000 дейді, біреу 5.000, біреу 10.000 доллар дейді. Енді сіздің келіскеніңізге қарай, тапқан адамыңызға қарай. Тағы да бір сұрақ келген екен. Америкалықтар, азиаттар деп бөліп, нацизм көрсетпейді ма деп айтыпты. Жоқ, бұл ең қауіпсіз ел деп айтуға болады Американы. Бұл жақта ешқандай ұлтқа, неге, дінге бөліну вообще ондайға жол берілмейді. Сіздер енді ойлаңыздар, бүкіл әлемнің ЛГБТ-сы осы жаққа жиналып, осы жақтан көмек сұрап келіп жатқанда, құшағын ашып қарсы алып жатыр. Дін жағынан болса да дәл осылай, ұлт жағынан болса да осылай. Ешкімді алалау, анау басқа ұлт, мынау басқа ұлт, мынау азиат, мынау орыс болмаса басқа деп ешқандай шектеу жоқ бұл жақта. Иә, дұрыс айтасыз. Көптеген сұрақтарыңызға жауап бердік. Енді осы видеоның астына тағы да сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер. Барлық сұрақтарға осылай жауап беретін боламыз. Алдағы видеода біз балаларды қалай алып келдік, сол жайлы айтатын боламыз. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.